Бердібек Соқпақбаев. Менің атым Қожа. Бірінші тарау. Менің атымды айта бастасам, тілім таңдайыма жабысып қалғандай болады да тұрады. Адамның атының сүйкімді болуы да зор бақыт па деймін. Мәселен, Мұрат, Болат, Ербол, Бақыт деген аттарды алып қараңдаршы. Айтуға да ықшам, естір құлаққа да жағымды. Әрі мағына жағынан да қазақ тілінен сабақ беретін Майқанова тәтеше айтқанда, бұлар жоғары идеялы есімдер. Мұндайлар өз атын кәдімгідей мақтаныш көріп біреумен таныса қалса мәнерлеп көтеріңкі дауыспен айтады. Ал енді айтуға да, естуге де қолайсыз есімдер бар. Өзге түгіл өзіңе де ұнамайды-ақ. Әттең қолдан келсе, табанда өзгертіп әдемі аттардың бірін иемденіп алар едің. Бірақ амалың нешік? Сен қызыл шақа болып жөргекте жатқанда сондағы ақмақтығыңды пайдаланып, әке-шешең немесе шілдеханаға келіп, дуылдап отырған басқа біреу солай атап жіберген. Өскенбайдың баласына Тынжыртар деп ат қойған секілді, өзге қызыл жұрт сол арада ду қостап, осы болсын баланың аты, осы болсын мынаны жақсы атты, дүниені шығыр айналсаң да таппаймысың деп. Міне сол күннен, сол мезеттен бастап, әлгі ат сенімен бірге туғандай маңдайына шапталғанда қалған. Енді одан көзің тіріде қашып құтыла алмайсың. Ұнатпасаң да мойныңа іліп жүре бересің. Өмірде осы тәрізді әділетсіздіктер толып жатыр. Жуырда мен газеттен оқыдым. Қытайлардың ат қоюы қызық болады екен. Бала 5-6 жасқа толғанынша оның тәуелді аты болмайды. Ортаншым, кенжем, сүйіктім, жұпарым деген секілді шартты атаумен атап жүреді. Ал есі кіріп 5-6 жасқа толғаннан кейін бала өзіне қандай есім ұнаса, соны таңдап алады. Міне әділдік деген. Осы дұрыс емес пе? Жарайды, өткенге өкініш жоқ дегендей істің турасына көшелік. Менің атым Қожа. Көріп отырсыңдар, пәлендей әйдік ат емес. Шынын айтсам, бұл о баста Қожа емес, Қожа берген екен. Туу куәлігінің өзінде солай деп жазылған. Бірақ дүниеде не қилы ғажайып құбылыстар бола беретін тәрізді, бертін келе Қожа бергеннің құйрығы үзіліп түсіп қалыпты. Бұл құбылыстың дәл қай жылы, қай айда, қай күні болғанын тап басып ешкімде айтып бере алмайды. Сонымен мен өзім ес білгелі Қожамын. Ауыл аймақтың бәрі солай атайды. Біз бір класста 2 Қожа бармыз. Сүттібайдың үлкен баласының аты да Қожа. Оқушылар екеумізді шатастырып алмас үшін өнімізге қарап мені Қара Қожа, оны Сары Қожа деп атайды. Әуел баста мен бұған да шамданып қалатын едім, бірақ жүре бара құлағым үйреніп дағдыланып кеттім. Қара Қожа дегендерге әу деп жалт қарайтын болдым. Жантас тәрізді қылжақтар осының өзінде дұрыс айтпайды, әдейі бұзып келемеждеп Қара Қожа деудің орнына Қара Көже дейді. Мен байқамай қалып әу деймін. Бірақ бұл қылығы үшін бейшараның обалы нешік. Тиісті сыбағасын менен талай рет алды. Фамилиям Қыдыров. Бір кезде Қадырұлы деп те жазып жүрдім. Бірақ жұрттың бәрі оф болып жатқанда менің олардан ала бөтен жырылып шыққаным жарамас дедім де Қадыровқа қайтып келдім. Қадыр менің әкем. Эх, шіркін, дүние десеңші. Әке деген сөзді айтқанда жүрегім қарс айырыла жаздайды-ау. Қандай жақын, қандай ыстық. Балалар, менің әкем өйтті, менің әкем бүйтті, менің әкем ананы сатып әперетін болды, менің әкем мынаны сатып әперетін болды деп мақтаныш етіп жатады. Ал мен болсам, әкемнің қандай адам екенін де білмеймін.
Өйткені ол майданда аттанғанда мен 2 жастамын. 2 жасар ақмақ не біледі, не түсінеді? Сол кеткеннен Абзал әкем мол кетті, оралмады. Қайран әкем, егер сен тірі болсаң, мүмкін мен бұдан гөрі басқадай болар ма едім? Кім білет? Жер әлемді шулатып, сотқар қожа атанып жүргенім, әкесіз жетім өткендігімнен де шығар. Кімге де болса, бір әке әбден керек. Тіпті секілдеген шалдардың өздері кейде жарықтық әкем ананда еді, әкем мынанда еді деп еске алып армандап отырмай ма? Кейде Миллият мамам әкемнің суреттерін ақтарып қарап отырады да мұңға батып бір түрлі егіліп кеткендей болады. Кірпігі жасқа шылынады. Мен сол кезде маматайымды керемет аяп кетем. Бірақ аяғанмен не пайда? Білем, сезем неге күйзелетінін. Егер менің әкем тірі болса, Қаратай мамама сөз айтпақ түгілі оның маңайынан жүре алар ма еді? Сөйтіп мен сендерге өзімнің аты жөнімді айттым. Ал көркем шығармада кейіпкердің кім екені аталып қана қоймай, сырт бейнесі қоса сипатталатын дәстүр бар ғой. Енді соған көшейін. Тоқтаңыз, мен үшін әуел өзім айнадай байыптап қарап алайын. Мынау міне мұрным. Әжем кейде менің атымды атамай тәмпіш неме дейді. Оның айтқаны рас қой. 2 таңауыма 2 саусағым еркін сыйып кетерлік қос ауыз мылтықтың аузындай үңірейіп тұр. 2 шекемнің шыңқылы болмаса, басым қарбыз тәрізді доп-домалақ тап-тақыр. Шашымды Әбубәкір шал кеше ғана ұстарамен сыпырып алып тастаған. Менің шашым қаттылығы, қайрақтылығы шошқаның қылшығынан бір кем емес. Осы ауылда оны алуға жарайтын бір ғана ұстара бар. Ол Әбубәкірдікі. Оның өзі алғаш шалған бетте тұтқырланып жүрмей қалады. Шашымды алған сайын Әбубәкір мені бірінші рет кездестірген адамдай таң қалып бітеді. Япырау, мұндай шаш біте береді екен-ау. Мынау шаш емес, тікенек қой. Тікенек, мінезіңнің шатақтығы осыдан-ақ көрініп тұр. Сипатталмаған енді нем қалды? Қаралығымды әуел бастақ айтқанмын. Сол жақ құлағымның астына таман бір түйір қалым бар. Ботшағардың бітпейтін жерге бітуін қарашы. Одан да бетімнің ұшына таман болсашы. Сонда әдемірек көрінер ме еді? Бір аузымды былтыр, оның айтудың қажеті де болмас. Кімнің тісін құрт жемейді дейсің? Және ол бұлай қарағанда көрінбейді де. Ал бойымды біреулер орта бойлы дейді. Әжем болса, әкең тәрізді сұңғақ боласың дейді. Кімдікі рас екенін Құдайым білсін. Өткен күзде мектепке дәрігер қарап өлшегенде 139 сантиметр шыққан едім. Егер шашым болмаса, 140 шығуыма сөзсіз еді. Тақыр басып жүргенің осындай залалы да бар. Жасым 12-де, 5-ші класты бітіріп отырмын. Повестің 1-ші тарауын осымен доғарамын да келесі тарауға көшемін. Менің атым Қожа. 2-ші тарау. Күні бойы футбол ойнап әбден қалжырадым. Ойын үстінде шаршағаның онша аңғарылмайды. Енді міне дел сал болып өзімді әрең сүйреп келе жатырмын. Аяққа қонған шаңды қарашы. Бір елі, шіркін-ай, осы бойда барып көмпетіп өзенге қойып кетер ме еді? Өзен бойына көк тіксем, қыздар шомылып жүр екен. Мейлі шомыла берсін, оларға да салқындау керек шығар. Ал мен әуелі тамақтанып алайын. Ішім итше қынсылап, түйені түгімен, нарды жүгімен жұтып жіберер жаздап келе жатқан жоқпын ба? Қораның бұрышын айнала бергенім сол еді. Көзім есік алдындағы тажалға түсті.
Жүрегім дір етіп, бойымды дереу жиып алғандай болдым. Тажал табжылар емес, ежелгі дағдысы бойынша біздің босағаны иіскеп мелшитті де қалыпты. Тажал деп отырғаным сыры көше бастаған жағал-жағал 3 дөңгелекті көкшіл көне мотоцикл. Әр жексенбі сайын оның көрген күні осы біздің қорадан шықпайды. Мотоциклдің иесі көрші колхоздағы комбайншы жігіт Қаратай. Жігіт деймін ау, қайдағы жігіт? Беті әжім-әжім, сақалы тікенектей, кәрі біреу. Қаратайды мен қандай жексұрын көрсем, жағал мотоциклді сондай жексұрын көрем. Өйткені оның құстай ұшып, зырылдатып, лезде алып кететін осы бір аң тұрған емес пе? Бұдан 1 жыл бұрын Қаратайдың әйелі дүние салған екен. Әйелі дүние салды деген сөз, өзі бойдақ қалды деген сөз. Ал өзі бойдақ қалғаннан кейін тағы да үйленбекші. Осы арада кімге деген сұрақ туады. Дүниеде өзге әйел құрып қалғандай Қаратайдың есек дәме көңілі менің милләт мамама ауатын тәрізді. Жағал мотоциклдің әр жексенбі сайын біздің босағаны иіскеп, қаңтарылып тұруындағы гәп міне осы. Үйге кіре беріп, мен мотоцикл дөңгелегін теуіп жібердім. Кім емденсе соған құлшылық ететін меңіреу техника бұған не жауап қатсын? Зырқ етіп бір тербелді де үнсіз қала берді. Ауыз үйде әжем көп пісіп тұр екен. Ертеден қара кешке дейін бір тыным алмайтын еңбекқор әжем-ай. Күмпілдетіп піскенде қарашы, көбінің түбі сүре жаздайды. Орамалы сырғып, желкесіне түсіп кеткен. Көпті көрген бурыл басып, бусанып, тері иісі келеді. Қолымдағы допты тарс еткізіп, босаға тастай бердім, мен сол екпінмен тор үйге қарай беттедім. Жұмысын дереу доғарды да, «Ей, мына түріңмен қайда барасың? Онда кісі отыр», деді әжем. «Өз қызық кісі? Кім отырғанын мен білмейді деп ойлайма? Кісі болса қайтушы едің?» Даусым қатты шығып кетті. Мейлі естісе ести берсін. Есікті жылқы ашып кіріп келдім. Қаратай мен мамам терезе алдындағы столда әдетінше бетпе-бет әңгімелесіп отыр екен. Екеуі бірден маған қарады. Қаратайдың жүзінде менің келуімді жаратпаған абыржу бар. Ал мамамның тіксініп, шығына қараған қабатынан мына тасыр жүрісімнің оған да ұнамағанын бірден аңғардым. Осы бойда бұрыштағы кітап шкафыма қарай өтіп бара жатыр едім. Қаратай күлімсіреп дауыспен, «Әй, Қожатай, сәлемің қайда?» деді. Жас үлкен таныс адамға сәлем бермеу көргенсіздіктің белгісі деп мамам мені талай баулыған. Сол парызымды амалсыз өтеп, «Саламатсыз ба?» дей салдым. Үлкендердің үстіне бұйымтайсыз ет қызулықпен кіріп келгендіктен енді амалсыздан бірдеңе істеуім керек болды. Ту сыртымды мамам мен Қаратайға беріп, шкафтың ең төменгі сөресіндегі газет журналдарды мақсатсыз ақтарып күйбеңдеп жатырмын. Нені іздеп, нені таба алмай жатқанымды бір Құдай өзі білсін. Ал екі құлағым мамам мен Қаратайда. «Я, биылғы көктем жауынды болды», деп бастады Қаратай енді әңгімесін. «Біздің Коминтерннің астығы да бел ауырдан кеп жайқалып тұр. Енді күзгі бұршақ нөсерден аман болса, жұрт рызығы жама бола қоймас». Әңгіме желісінен жалт беріп Қаратайдың не болса соны айтып кеткенін мен бірден түсіндім де, тағы не дер екен деп еңсемді көтерместен өзімді өзім болғансып күйбеңдей бердім. «Жаман бола қоймас», деп қостады мамам Қаратайды бейғамымен. Оның даусынан, «Эх, Қаратай, менің баламды өйтіп алдап қара алмайсың, ол бәрін де сезеді, бәрін де түсінеді» деген мағына аңғарылатын еді. Арада бірнеше минут үнсіз өтті. Кенет мамамның «Балам» деген қалтқыл үні естілді. «Сенің сонша күйбеңдеп таба алмай жатқаның не нәрсе?» Бұл сөз маған 6 өрме қамшымен жорғалата тартып жібергендей әсер етті.
әсіресе балам деген сөздің зәрі күшті-ақ еді. Өйткені жайшылықта мамам менің атымды атайтын. Балам деген мынау ресми үні үлкендердің сөзіне тыншылық істемек болған бұл сасық қулығыңды таста деп жекіргенмен бірдей еді. Соны тез ұқтым да қолыма тиген бір журналды ұстап тайып отырдым. Қаратай бұл күні біздікінде кейдегідей ұзақ отырып алған жоқ. Мұның соңынан кешікпей ол да шықты. Басқа уақытта кетерде әжеммен көңілді қоштасып, маған да бірнеше жылы қалжың, ойын сөздер айтып, жаратпағаныма қарамастан арқа басымнан қағып аттанатын. Кейде кел отыр, ауылды бір айналып серуендеп әкелейік деп жалбақтап көңілімді тапқысы келетін. Бұл жолы олай емес. Қарасұр жүзі онан әрмен күңіреніп, еңсесі түсіп шықты. Ауыз үй төрінде тамақ ішіп отырған мені қою қара қасты, салбыраған ауыр қабағының астында солғын ғана бір шолды да үндемеді. Бәйбіше қош болыңыз деп әжеме арнаған сөзін де әйтеуір міндет санап, иегінен оздырмай жүрдім бардым айтып, бөгелместен шығып кетті. Енді бір сәтте мотоциклдің пырс-пырс етіп шашала от алған үні, оның соңынан мылтық атылғандай патырлап құлақ тесерлік жайсыз бір іртік дауыстар естілді. Біздің қорадан суырыла шыққан осы үн үсті-үстіне жиілеп көшенің басына қарай алыстап бара жатты.